Барлықтарыңызға сәлем. Дәл қазір біз пирогтардың универсальный қамырын дайындайтын боламыз. Бұл жерде екі түрлі қамыр жасаймыз. Біреуіне тек какао қосамыз. Яғни ең алдымен біз масляный массасын жасап аламыз, одан кейін оны екіге бөлеміз. Мына жерде разрыхлитель мен ұн, мына екінші ыдысымызда какао, разрыхлитель және ұн. Ең бірінші осы үш ыдыстағыны біріктіріп аламыз, сосын екеуіне бөліп қосамыз. Мына жерде менде қаймақ, жұмыртқаның сарысы және сұйық май. Және де ең алдымен біз сары май мен қантты соғып аламыз миксермен, жақсылап тұрып миксермен пышный масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей осылай болады. Одан кейін сұйық май, сары уызымыз бен қаймақты қосып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді осы массаны теңдей екіге бөлеміз. Менде 500 грамм масса шықты. Енді соны теңдей екіге бөлемін. Мінекей бөліп алдық. Енді қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Бұдан артық ұн қолданбаймыз. Келесі қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз майлы болып келгендіктен қалыпты майламаймыз, тек астына пергамент төсеміз. 22 диаметрдің астын алып, осылай ручкамен жүргізсеңіз, өзі қиылып қалады. Пергаментке қамырымызды қойып, тегістеп оқтаумен жаямыз. Сіздерге қалыпқа қалай жаю ыңғайлы, сол методпен жайсаңыздар да болады. Міне пергаментті алып, астына қоямыз. Қалған қамырды шетіне тегістеп, трамбовка жасап шығамыз. Міне дайын болды. Морозильникке осылайша заготовка ретінде қойып қойсаңыздар болады. Мен қазір салмасын дайындағанша барлығын трамбовка жасап, тоңазытқышқа қоя тұрамын. Екі шоколадный, екі ақ қамырымыз дайын болды.